Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгінгі обзорда канадалық роза Джон Дэвис. Жалпы бұл роза мұздай өңірлерге арналған розалар. Канадада шығарылған. Жалпы жабылмайтын розалардың бірі. Дегенмен бізде мына жерде мысалға ашық ауылдың шеті, әркез бізде салқын жел, аязды жел соғып тұрады. Сол себепті міндетті түрде жабамыз. Өйткені сабақтарын аязды жел үсіріп жібереді. Сол себепті міндетті түрде жабамын. Жаппаса да болады, дегенмен жабу арқылы оның гүлдерінің көп болып сақталуына септік етеді. Жалпы гүлдеуі өте жақсы. Мамыр айының 25-терінен бастап ең алғашқы болып гүлдейтін розаларының бірі. Мына жерде міне назар аударыңыздар. Мынау жаңадан ашылған розалар болса, мынау енді уже бірталай күндер болған, ағара бастаған розалар. Жалпы бұл роза қурарға таман ағарады күннің көзіне. Біреуі енді қызарып ашылып келе жатса, біреуі 3-4 күн болған болса, біреуі енді гүлдеп болып қурай бастағанда ағарады. Сондай бір әртүрлі түстерге енеді бұл розаның бір жақсы жері. Сол арқылы әдемі, нәзік болып көрінеді. Жалпы гүлдері қарапайым, дегенмен гүлдерінің көптігі соншалықты, жапырақтары көрінбестей гүлдейді. Сол себепті ол розаның қарапайымдылығы білінбей қалады. Осы жерде бұл ұтып тұр, осы қарапайым болса да. Жалпы қанша сабағы болса, соншалықты барлығы гүлдейді. Мына ұзын сабақ 1,5 метр, 2 метр болса да, соның бойының бәрі гүлдейді. Жалпы бұл плетистый роза. Ресей өңірлерінде 2,5-3 метрге дейін өсіп тұрғандарын көрген болатын видеода. Менде енді ондай болмай тұр. Биыл енді 1,80 метрге дейін бір үлкен болып 3-4 сабақ берілді. Бірақ енді ол қалай қыстап шығады, соған байланысты. Жалпы міне жерге дейін төгіліп жатыр. Жалпы ауырмайды бұл роза. Осы күнге дейін ауырған емес. Күзге таман жапырақтар сарғайып өздері түседі. Түспей қалғаны көктемде түседі. Жалпы жәндіктер қатты бір жақсы көрмейді. Иісі жоқ бұл розаның. Бронзовка, аленка сияқтылар өте жиі жейді. Ондай қатты бір бұл розаға көңіл бөле қоймайды. Мүмкін иісі болмағандықтан. Жалпы міне көріп отырсыздар. Бұл розаны арқаға болмаса, мысалы бізде қазір пергола тұр, және жан жағы да шашыраңқы өсіп тұр. Өзіңіздің қалауыңызбен қалай сізге ұнайтын болса, солай өсіруге болады. Кішкентай қылып та болады, болмаса биік қылып аркілерге де байлауға болады. Жалпы осы обзорда сұрақтарыңыз болса, комментарияға қойыңыздар. Мынау екінші жағы. Жалпы осылай төгіліп гүлдейді.